Наргизаның өмірі оңай болмады. Каналға тіркеліп, әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Әкесі ол кішкентай кезінде әскери қақтығыста ерлікпен қаза тапты. Анасы Бибігүл жалғыз өзі қызын тәрбиелеп, барынша қамқор болуға тырысты. Бірақ оның денсаулығы нашар еді. Ауруханадан шықпайтын. Ал жұмыс берушілері әрдайым ауыратын қызметкер бізге керек емес деп, жылы сөзбен жұмыстан босататын. Кезекті рет жұмыстан шыққанда анасы бөлмесіне кіріп, жастыққа басын тығып үнсіз жылайтын. Ақша әрқашан жетіспейтін. Кейде кешкі асқа тек тұз сеуіп майға батырған нан немесе бос макарон ғана болатын. Мектепте Наргиза жұпыны киінетін. Балалар шындықты тура айтатын, кейде тым қатыгез. Сыныптастар оның тозығы жеткен киімін мазақтап, соңғы партада сыбырлап күлетін. Наргиза мұның бәріне үйреніп кеткен. 14 жасында анасы қайтыс болды. Оны анасының туған сіңлісі Айман тәтесі асырап алды. Бірақ Наргизаның жағдайы жақсара қойған жоқ. Тәтесі қызға жатып жер, жалқау деп тіл тигізетін. Бірақ өзі де жұмыс істемейтін, үй тірлігіне зауқы соқпайтын. Айман Наргиза есектеу екенін аңғарып, үйдің бар жұмысын соған жүктеді. Қызды дүкенге де жұмсайды, шарап алу үшін. Сол дүкенде тәтесінің құрбысы Мәриям істейтін. Олар кейде қарызға да ішімдік алатын. Ақша болмаған күндері Айман көршісінен сұрап ішетін. Ай соңында олар нанды майға батырып жейтін тағды. Масайған кезде Айман бір әнді қайта-қайта айта беретін. Қашан күйеуге шығасың? Бұл сөздер Наргизаның жүрегін жаралайтын. Мәриямның ұлы бар еді. Тәтесі Наргизаны соған күйеуге бергісі келді. Бірақ Наргиза үнсіз қалатын. Кәмелет жасқа толған соң Айман қызға бай баламен сытты өмірді уәде етіп, тағы да үгіттей бастады. Бірақ ойы тек өз пайдасын ойлау. Егер Наргиза дүкен иесінің келіні болса, тәтесі дүкеннен тегін азық-түлік аламын, қарызымды қайтармаймын деп үміттенді. Бірақ Наргиза бұл жолы көнбеді. Ол дауыс көтеріп, мен сіздің қарыздарыңызды жабу үшін тұрмысқа шықпаймын, деп есікті тарс жауып, үйден шығып кетті. Бірнеше күннен соң Наргиза үйге оралып, жинаған азын-аулақ заттарын жинады. Ол өзіне де, тәтесіне де білдіртпей, көптен бері әр тиынын жинап келген. Сол ақшасына бөлме жалдап, алғашқы күндерге азық алды. Әкесінен қалған ордендер мен марапат қағаздарын да ала кетті. Бұл оған жалғыз естелік еді. Әке ордені оның өмірлік талисманы болды. Бөлмені жалға алып, алғаш рет өзін азат сезінген Наргиза енді қалай өмір сүру керектігін ойлады. Оқу туралы армандағанымен оған ақша керек еді. Бірде супермаркеттен тегін газет алып, жұмыс іздеді. Көп бос орындар білім мен тәжірибе талап ететін. Ақыры тазалаушы керек деген жарнамаға телефон шалып көрді. Мектептен енді шыққан қызға басқа не бұйырар дейсің? Кадр бөлімінде оны бірден жұмыс қалды. Себебі бұл жерде ешкім тұрақтамайтын. Ұжым өте ауыр еді. Ал кеңсені 3 күн бойы ешкім тазаламаған екен. Қыз келісімшартқа қол қойып, бірден іске кірісті. Компьютерлер қойылған кеңсеге кірген Наргиза еденді жууға кірісті. Сол сәтте оның құлағының түбінен бір ащы дауыс шықты. Бұл қандай сасық? Не шүберекпен шірік иіс кіргізіп тұрсың? Бұл сымбатты, бірақ көзқарасы қатыгез қыз еді. Қара қасы, ботадай көзі, көмірдей қара шашы, бет пішіні бәрі тіптен мінсіз. Бірақ суық. Ол Наргизаға шекесінен қарап, қарай бермей бар, жақсылап шайып кел шүберегіңді, деп әмір етті. Есіктің алдында отырған екі жігіт Наргизаны көзбен бағып, сыбырласқаны құлағына шалынып қалды. Наргиза да сұлу болатын, бірақ оның сұлулығы Мәриям сияқты көзге ұрып тұратын суық әрі тәкаппар емес, керісінше нәзік әрі жылы еді. Үлкен ашық сұр көздері, биік маңдайы, бала кезіндегі пытық көздері де бар. Шашы қалың, сарылау, қарапайым ғана резеңке баумен байланған, салбыраңқы құйрықша қасақана сән емес, табиғи сұлулықтың үлгісі еді. Ескі сәннен қалған киімі оның нәзік белі мен сұлу дене бітімін жасыра алмады. Шүберекті қолына ұстап, көзін төмен салып, кеңсені үнсіз тазалап жүрген Наргизаның бейнесі жігіттерге ертегідегі Золушканы еске салды. Жәбір көрген, бірақ ішкі жарығы сөнген қыз. Бұл әсерлерін олар ақырын ғана бір-біріне айтып тұрды. Тек кеңсе патшайымы Мәриям естіп қалмасын деп. Алайда Мәриям бәрін естіп тұрған еді. Мұндай әйелдердің құлағы детектор сияқты, әсіресе біреуді қорлауға себеп керек болса.
Наргиза бөлмеден шықпай жатып-ақ Мәриям әйел әріптестерімен оның ескі киімдерін мазақтап, сыртынан күлкі етуді бастап кеткен. Наргизаға бәрін тастап, шүберекті алып, бәрін кете бергісі келді. Бірақ ол өз жағдайын ойлап, сезімін жұтып қалды. Ақша керек еді, өмір сүру керек болатын. Наргиза қайта келіп жұмысына кірісті. Әйелдер жағының күбір-сыбырына мән бермей, еденді жалғастыра жуды. Бірақ әрбір жұмыс күні Наргиза үшін у ішкендей болатын. Мәриям тек әріптестерін ғана емес, бастықтардың өзін де Наргизаға қарсы қойғандай болды. Бүкіл кеңсеге қарсы жалғыз ғана адам Мақсат қызға жанашырлықпен қарайтын. Ол алғаш көргенде-ақ Наргизаны Золушка деп атаған еді. Бірде кешкісін жұмыс уақыты біткен соң, ол кеңсе сыртында Наргизаны күтіп алып, кафеге шақырды. Екеуі әңгімелесіп, күліп жақсы уақыт өткізді. Мақсат Наргизаға өте мейірімді, ашық жігіт сияқты көрінді. Алайда келесі күні кеңседе Мәриямның жақын құрбысы Наргизаға келіп, «Мына ақмақтықты сен қалай ойлап таптың? Мақсат Мәриямның жігіті, олар үйленейін деп жүр. Егер Мәриям естісе, сені тірідей жеп қояды. Жақында ол бөлім басшысы болады», деді. Даусы уда еді. Келесі күні Наргизаға кезекті бөлмеге кіре бергенде кенет бір әуен қосылды. «Сәлем, секонд-хенд сұлуы». Кеңсе күлкіге көмілді. Мәриям міз бақпастан Наргизаның кофтасын винтаж деп, ескі аяқ киімін НКВД стиліндегі испан етігі деп атады. Оның әр сөзі келемеш, әр күлкі қорлау еді. Қыз жұмыскерлердің көз алдында ашық масқараға ұшырады. Кейбір әріптестерді сыпайы ғана күліп қойды. Олар да Мәрияммен ұрысқысы келмейтін. Содан кейін Мақсат ешқашан Наргизаны кафеге шақырмады. Дәлізде кездейсоқ кездесіп қалса, көзін тайдырып, үндемей өтіп кететін. Оған бұл сатқындығы үшін ұят болды, әсіресе қызға шынымен көңілі болғанын сезген соң. Ол Мәриямды баяғыдан-ақ ұнатпайтын, бірақ мансап пен тыныш өмір үшін үнсіз қалуды жөн көрді. Кеңседе бұндайларды бейімделгіштер дейді. Мақсат мансап қуғысы келіп, шынайы сезімін аяқ асты. Сөйтіп, жасалып үлгермеген махаббатты өзі-ақ жойды. Мәриям болса, өзін жеңімпаз сезінді. Ол Наргизаны көпшілік алдында қорлап мәз болды да, біраз уақытқа дейін мазаламай қойды. Жаңа үмітпен бой көтерген Наргизаның ішкі намысы тағы шындықпен соқтығысты. Жұмыстан кеткісі келіп, кадр бөліміне барғанда оған, егер келісімшарт мерзімі біткенше жұмыс істемесең, мүлдем жалақы ала алмайсың деді. Сөйтсе, ол келісімшарттағы майда әріптестерді оқымаған екен. Кетсе ақша жоқ, ал ақшасы таусылып бара жатқан. Оның үстіне Наргиза енді жалғыз емес. Кішкентай Мартин есімді ақ мысыққа қамқор болуға тырысқан. Бірде кеңсеге өзі тапқан бұл марғауды жұмыстан қуып шықпау үшін оны жұмыс соңына дейін жасырып жүрді. Жүрегі жұмсақ Наргиза далада тоңып шырылдап жүрген бір айлық марғауды тастап кете алмады. Қолына алып үйіне алып кетті. Ол тұрып жатқан бөлмеде бірге тұратын мейірімді әжей мысыққа қарсы болмады. Наргиза марғауға Мартин деген ат қойды. Ал ақша бітіп, ас су таусыла бастағанда, ол қолындағы соңғы кефирін де Мартинмен бөлісетін. Сол күні кеңсеге бүкіл мекемелер желісінің басшысы келмекші болды. Одан бәрі қорқатын, тек Мәриямнан басқа. Ол бұрынғы әскери шенді, тәртіпке қатал Дастан Оразұлының сеніміне кіріп үлгерген. Мәриямның батылдығы, өткір ақылы, қасқырдай тартымды келбеті шефке ұнайтын. Басшылық кеңселерді аралап жүргенде шеф міндетті түрде Мәриямның бөліміне кірді. Оны көрген Мәриям орнынан тұрып, оған қарай жүгіріп бара жатты. Асығыс қимылымен орындықтың тіреуіндегі қағаз стаканды шынтағымен қағып кетті. Ішіндегі кофе еденге төгілді. Бір сәт кідіріп, стаканды аяғымен итеріп, үстелдің астына тығып жіберді де, күлімсіреп бастыққа жақындады. «Сәлеметсіз бе, Дастан Оразұлы? Қанша уақыт келмедіңіз? Біз тіпті сағынып қалдық қой». Мәриям ернін тартып, шефке еркелей қарады. Сосын көзін бір сәт Наргизаға лақтыра салды. Ол көшірменің жанында сүртіп тұрған, сөйтіп сөзін жалғады. «Дегенмен сіз білесіз бе, мұнда іш піспайды. Кадр бөлімі түсініксіз адамдарды жұмысқа ала береді. Жаңа еден жуушы қыз мүлдем дұрыс жұмыс істемейді. Кеңсе қой қорасы секілді болып кетті». Сосын ол бастықты қолынан ұстап, өзінің үстеліне қарай жетектеді. Төгілген кофенің орнын көрсетіп, «Міне өзіңіз қараңыз», деді, ашулы кейіп танытып. «Бұл қыз менің орнымды мүлде елемейді. Онда тазалық деген атымен жоқ». Дастан Оразұлы қабағын түйіп үнсіз қалды. Ол жасамыс емес, денелі,
әскери тәртіппен жүретін беделді кісі еді. Ал Мәриям оның мұндай салақтықты жек көретінін жақсы білетін. Сондықтан қарсылас деп есептеген Наргизаны әдейі осылай ұятқа қалдырды. «Кабинетіме кіріңізші», деді шеф Наргизаға қарап салқын үнмен. Бұл сөзден жақсылық күтудің қажеті жоқ еді. «Неге кеңседе тәртіп жоқ? Неге жұмысыңызды дұрыс істемейсіз?» деп сұрады ол. Қыздың жүзі қызарып кетті. Бірақ еден таза болатын, ал кофе қайдан төгілгені белгісіз. «Мен білмеймін. Менің үстіммен шағымданады. Мәриям мені жақтырмайды. Мүмкін кофені әдейі төккен шығар. Ол мені жұмыстан шығарғысы келеді», деді Назира кішкене болса да батылданып. Шеф қаламының қақпағын үстелге сарт-сарт еткізіп отырып, «Қызық, сіз жаман қызға ұқсамайсыз. Неге сізге бәрі қарсы екен? Айтыңызшы, кім сіз өзіңіз?» деді. Наргиза өзінің аты-жөнін айтты. Бастық сирек естілетін аты-жөнді естіп селк ете қалды. «Әкеңіздің аты қалай?» «Назар». Ол қаза тапты», деді Наргиза, басын төмен түсіріп. Бірақ бір сәттен кейін қайтадан тік көтерді. Алайда шеф оны бөліп жіберді. «Солтүстік аумақта ма? Ол капитан еді. Мені оқтың астынан алып шыққан. Менің досым болған». Бөлме тынышталып қалды. Дастан Оразұлы ойланып қалды. Наргиза состиып орнынан тұрып қозғалмай тұр. Сосын шеф басын көтеріп: «Міне бәрі түсінікті болды. Мәриям дейсің бе? Қысым көрсетуді өзі бастап жүр екен. Бұл мәселені қарастырамыз. Ал сен жұмыс істей бер әзірге. Ертең сенің орныңа басқа еден жуушы аламыз. Батырдың қызына шүберекпен жер сүрту лайық емес. Оқу оқисың. Анаң бар ма?» деп сұрады. Наргиза басын шайқап жоқ дегенді білдірді. Сосын сәл кідіріп басын изеп өзі жайлы айтты. «Мен жетіммін, тұратын жерім бар. Бұрын тәтеммен тұрдым, қазір бөлме жалдап тұрамын». «Я жетіммін, тұратын жерім бар. Бұрын тәтеммен тұрдым, қазір бөлме жалдап тұрамын». Шефтің үстел үстіндегі жұдырығы қатты түйілді. Саусақтарының сүйектері ағарып кетті. Сәл үнсіз тұрып: «Бұл мәселені шешеміз», деді. Осы күні Назира пәтеріне қайтып бара жатып, аяғы жерге тимей бақыттан қалықтай жүрді. Бірінші жалақы. Тіпті жоспарлағаннан да көп. Қомақты сыйақы да қосылыпты. Ол дереу зоо дүкеніне жүгіріп, Мартинына түрлі тағамдар алды. Сол күні оның бойын мақтаныш сезімі биледі. Себебі енді нағыз тіршілік иесі, өзіне де мысығына да қамқор болатын адам болды. Бірақ ең басты қуаныш, сол күні шеф Мариямды жұмыстан шығарып жіберді. Енді ешкім оның ескі сәнсіз киімдеріне мазақ етіп қарамайды. Оның үстіне енді Наргиза жаңа киім алып кие алады. Мартинін тамақтандырып болған соң Наргиза дүкенге жаңалықтар алуға шықты. Ал ертеңгі күн одан да ғажап болды. Кеңсеге келгенде ол еден жуып жүрген бөтен егде әйелді көріп таң қалды. Сәлден соң кадр бөлімінің қызметкерлеріне келіп, жаңа еңбек шарты мен құжаттарын ұсынды. Енді Наргиза клиенттермен жұмыс істейтін оператор болып қабылданған еді. Күннің екінші жартысында шеф тағы да кеңсеге келіп, Наргизаны кабинетіне шақырды. Қолына бір кілт беріп: «Бұл менің екінші пәтерімнің кілті. Бір кезде болашақ балаларыма деп алған едім, бірақ әзірге олар жоқ. Сондықтан сен сол жерде тұр. Менің досымның қызы пәтер жалдап, әр жерде тентіректеп жүруге лайық емес», деді. «Ой, менде мысығым бар, кішкентай Мартин. Оны да өзімен ала баруға бола ма?» деді Наргиза. Дастан Оразұлы қарқылдай күліп: «Мартин болса бола берсін. Қаласың тіпті аллигатормен де бара бер. Пәтер көптен бос тұр. Енді сен екеуінің мекендерінен бол. Енді ол сенікі болады». Жинаған заттары мен Мартинін алып, Наргиза бұрынғы бөлмесін жалға берген әжемен жылы қоштасты. Сосын кең жарық 3 бөлмелі пәтерге көшіп барды. Осыдан бастап Наргиза жұмысқа жүгіріп емес, ұшып келетін болды. Ол ресми түрде оператор болса да, іс жүзінде қоңыраулармен айналыспайтын. Шеф оны досының қызы емес, туған баласындай көрді. Жаңа киімдер алып берді, пәтерге тұрмыстық техника мен жабдықтарды да алып берді. Енді ол Наргизаны өз ісінің мұрагері ретінде көре бастады. Егер бірдеңе бола қалса, қыз барлығын жалғастыра алатындай жасауға тырысты. Бұрын оқуға ақша жоқ дейтін тәте енді үндемеді. Ал Дастан Оразұлы Наргизаны экономикалық факультетке оқуға түсірді. Университетте оқитын болған соң өмірі түбегейлі өзгерді. Бұрынғы әріптестердің көз алдында болған Наргизаның өзгерісі бәрін таңғалдырды. Ал мақсат болса, өзіне батылдық жинап, Мәрияммен арадағы қарым-қатынасты доғаратынын ашық айтты. Бірақ бұл жаңалық Мәриямды еш таңғалдырмады. Ол мақсатты әлдеқашан пайдасы жоқ жоба деп шешкен еді. Енді ол бастықтың ұлына көз салуға тырысты.
Ал мақсат кейін Наргизамен қарым-қатынасын қалыпқа келтіргісі келді. Бірақ қыз енді бәрін түсінген. Жексенбіде бірге серуенге шақырғанда «Жоқ, рахмет» деп салқын ғана жауап берді. Бұрын өзін сол үшін жылатқан, опасыздығы үшін іш құса болған адамды енді мүлде жат сезінді. Қалайша мұндай айлалы, жасық адам өзіне ұнады екен? Қай жері тартымды болды екен? Тек баладай сүйкімді, жылтырақ бетті ғана ма? Бұрынғы жүрек сыздауы бос әурешілік сияқты сезілді. Бір күні зоодүкенде Мартинін асырауға қажетті тамақты алып жатқанда сөреден бір байқамай банканы түсіріп алды. Бірақ банка жерге түспей, біреудің жедел әрі шапшаң қимылымен ұстап қалды. «Мысығыңызға жақсы тамақ алыпсыз, әсерлі таңдау», деп банканы орнына қойған бойда Наргизаның қолындағы пакетке көз тастап, бір жігіт жымиып қойды. «Әрине, оны қатты жақсы көремін», деп жауап берді Наргиза, жігіттің шапшаңдығына таңданып. Арада осылай өзара әңгіме пайда болды. Наргиза өзі де байқамай жүрегінің түкпіріндегі сырларын аша бастады. Жаңадан ғана танысқан екі адам 10 минут өтпей-ақ ескі достарша сөйлесіп отыр. Жандос оның әзілдерін жақсы түсінді. Ал Наргиза жігіттің ашықтығына, өмірге деген көзқарасына тәнті болды. Ол өз ойларымен еркін бөлісті. Наргизаға ұнағаны да осы еді. Қыз байқамай қалыпты, Жандос оны үйіне дейін шығарып салды. Олар үйдің алдында ұзақ сөйлесіп тұрды. Әңгімелері таусылмастай көрінді. Екеуінде қоштасқылары келмеді. Бірақ көше қараңғыланып кеткен еді. Наргиза өзін ұялтқандай сезінді. Жаңа ғана танысқан жігітке бірден симпатия білдіріп тұрғаны дұрыс па екен? Бірақ Жандос оның ойын оқып қойғандай. «Мен де кеткім келмейді, бірақ әдеп деген бар ғой», деді. Үйіне кіріп бара жатып, Наргиза таң қалып ойланды. Шынымен де бәрі рас екен ғой. Сезім, жанның үндестігі, өз адамың деген ұғым бәрі шындық. Түні бойы көз іле алмады. Көңіліндегі романтик кейіпкерлері мен олардың ғашық болу сәттері айнала берді. Таңертең Наргиза жұмысқа жиналды. Бірақ бұл жолы жүрегі сонда тартпады. Ол тек зоодүкенге жүгіріп, Жандосты кездестіргісі келді. Олар телефон алмастыруды да ұмытып кеткен екен. Бірақ есік алдында Наргизаны тосынсый күтіп тұрды. «Кетіп қала алмадым», деді Жандос күлімдеп. «Тек үйге барып мысығымды тамақтандырып, қайтадан сені іздеп келдім. Түнде терезеңе қарап шықтым, жарық өшпеді. Сен де ұйықтамадың я? Мен көріп тұрдым. Бұл тағы да түсінесің бе? Біз бір-бірімізге жазылғанбыз. Сен менікісің, ал мен сенікімін, нүкте». Сосын Жандос қызды бауырына тартып, шашының қош иісін иіскеді.